Назар аударыңыздар. Бұл шығарылым сіздерге түсінікті болу үшін мен Нұрлан қалам туралы видео жасадым. Что? Опять? Кезінде сіздерге Армани айсбергі қатты ұнап қалыпты, соның жалғасы ретінде мен Нұрлан қалам айсбергін жасадым. Жалпы бұл айсбергтің ерекшеліктерін айтатын болсақ, яғни бұл айсберг бірнеше құрылымнан тұрады. Жалпы айсбергтің үстіңгі бетіндегі заттарды көбісі біледі, ал айсбергтің төменгі жағына түсетін болса, яғни сіздер білмейтін өте қорқынышты мәліметтер бар. Жалпы бұның барлығын не үшін түсіндіріп жатсың деп айтқан болсаңдар, кейбір малолеткалар бұл видеоның мағынасын түсінбей мені Нұрланның хейтері деп ойлап қалуы да мүмкін. Жарайды, онда сіздер оны видеода түсінесіздер, мен онда айсбергімді бастаймын. Нұрлан қаламның шын есімі Нұрлан Қаламов. Қалам деп қысқарта салған ғой. Нұрлан Қалам 1998 жылы Атырау қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда ода 779 мыңнан астам жазылушы бар. Оның каналы 2017 жылдың 15 желтоқсанында ашылған. Оның ең алғашқы видеосы 2017 жылдың 16 желтоқсанында салынған. Оның ең көп просмотр жинаған видеосы 1 миллион 900 мың. Бүкіл видеоны қосқанда 238 миллион просмотрды құрайды. Оның арнасында мыңнан астам бейне бар. Қазіргі таңда ода 5 канал бар, тек оның 2-і ғана жұмыс жасайды. Нұрлан Қалам ютубтан бөлек басқа да әлеуметтік желілерге де контент жасайды. Қазіргі таңда оның тикток каналында 58 мыңдай жазылушы бар. Оның инстаграмында 10 мыңнан астам жазылушы бар. Оның телеграм каналында 5 мыңнан астам жазылушы бар. Оның твич каналында 413 тіркелушісі бар. Нұрлан Қаламында ютубта 100 мың подписчикке жеткен кезде берілетін 2 күміс кнопкасы бар. Нұрлан Қалам видеоларды әртүрлі нишада түсіреді, мысалға олар влогтар, немесе ойындар, немесе реакция, скетч, челлендждар, немесе білім бағытында да түсірген. Бұл үшін Нұрланға респект. Сонымен қатар Нұрлан Қалам футболды ұнатпайды, бірақ ода алтын доп бар. Мән беріп қарайтын болсаңдар, жалпы Неймар, Винисиус, Рафиня дегендер алтын доп алмаған. Нұрлан Қалам кішкентай кезінде сурет салғанды жақсы көрген. Қазір сала ма білмеймін. Нұрлан Қалам анда-санда ақшалай сайыстар ұйымдастырып тұрады. Нұрланның браты бар, оның есімі Сырым Қалам. Нұрлан Қаламның жан досы бар, оның есімі Алишер. Нұрлан Қалам көптеген ютуберлермен коллаборация жасаған. Нұрлан Қаламның ютубер достары көп. Нұрлан Қалам Бабыл Кваста бар. Ең қызығы, оны атақты ютубер Пози оны өз видеосында түсіріп алған болатын. Нұрлан Қаламның руы Берш. Нұрлан Қалам үшін топ 3 ютубер ол Мистер Пис, PewDiePie, Браймапс. Нұрлан Қалам үшін топ 3 ойын ол Майнкрафт, GTA и Мафия 2. Нұрлан Қаламның сүйікті аниме ол Наруто, Атака Титанов, Джоджо, Ван Панч Ман и тағы басқа анимелер. Айтпақшы, Нұрлан Қалам Нунакумен коллаборация барысында Элдің рөлін ойнаған болатын, яғни 2 жыл бұрын. Нұрлан Қалам баяғыда какой-то тянкалар туралы видео түсірген, бірақ ең қызығы бұл емес, ең қызығы Мисай. Комплиментті ұрып атыр ғой, бір-бірінің көттеріне кіріп атыр ғой конкретно. Енді тек андай жасау қалды енді. Айта берсек өте көп. Нұрлан Қалам үшін топ 3 фильм ол Ано, Гарри Поттер, Один дома. Нұрлан Қаламның кішкентай кезінде ұнатқан мультфильмдері ол Шрек, Мадагаскар, Зерафолис, Вали, Том и Джерри и Человек-паук. Нұрлан билей алмайды, бірақ ол бір стримінде билеген. Нұрлан Қаламға ютубта ақша табуға болады деген идеяны тастаған Алишер.
Нұрлан Қаламның ең алғашқы каналының аты Нұрлан Қаламов болған. Бірақ Нұрлан Қалам бұл каналды 12 жыл бұрын тастап кеткен. Яғни Нұрлан Қалам бұл каналды жүргізген кезде ютубта новичок болған. Қысқасы бұл кезде Нұрлан Қалам ютубқа видео түсіруді үйренген кезде немесе ютубты енді зерттей бастаған кезі шамамен. Содан кейін Райман Channel атты каналын ашқан. Бірақ ол каналды қазақ тілінде емес, орыс тілінде жүргізген. Нұрлан Қаламның ютубтағы ең алғашқы танысқан досы Армани. Нұрлан Қаламның қазақша канал ашуына себеп болған ютубер тоже Армани. Ал енді анимация жағына келетін болсақ, Қазақстандағы анимация бойынша ең көп тіркелушісі бар тоже Нұрлан Қалам. Нұрлан Қаламның анимация жағынан ең жақын досы Нұранет болған. Сонымен қатар Нұрлан Қаламның анимацияға деген шабыты Добрик деген аниматордың арқасында ашылған. Барлығымыз Нұрлан Қаламның белгісіз атты мультфильмін білетін шығармыз. Шамамен бұл мультфильмнің барлық бөлімдерінің жасалып бітуіне 1 жылдай уақыт керек болды. Сонымен қатар оның анимация персонажы Майнкрафт скейнінен алынған. Қаламстан тікелей Байгайстанға отсылка. Қаламстан секілді контентті MrBeast давно түсіріп жасаған. Нұрлан Қалам Қаламстандағы гриферлерді ұнатпайды. Қаламстанның әнұранын жазған Нунакун. Қаламстанның дафига клондары бар. Қаламстанның ең қымбат бөлімі 9-шы бөлім. Оған Нұрлан Қалам 50 000 теңгесін құртқан болатын. Нұрлан Қалам кезінде Q-Style тобында болған. Соған арнап рэп те жазған болатын. Нұрлан Қалам Кескін деген топта да болған айтпақшыдай. Сонымен қатар Нұрлан Қалам школьник кезінде комикстер жасап оны сатқан кездерде болған. Және бұл оның ең алғашқы жасаған анимациялары. Нұрлан Қалам официант болып жұмыс жасаған. Сонымен қатар Нұрлан Қалам мектепте мұғалім болып та жұмыс жасаған. Нұрлан Қалам бақтада да жұмыс жасаған. Сол үшін Нұрлан Қаламды жан-жақты деп айтуға болады. Нұрлан Қалам баяғыда өзінің кейбір видеоларында подписчиктерімен әзілдесіп тұратын. Нұрлан Қалам Free Fire ойынын ұнатпайды. Сонымен қатар Нұрлан Қаламды депрессия қылған ойын Cuphead. Екі 2021 жылдың 1 қарашасында Нұрлан Қаламның каналын хакерлер взломать етіп алған болатын. Нұрлан Қалам 2-3 күн сайын гәрләшеді. Әрине бұл тәуелділік. Кейінгі кездері әрбір стримді ішкенін байқап жүрмін. Нұрлан Қаламның қызы болған, оның есімі Мадина. Нұрлан Қаламның Алиса мені өлтірмекші деген видеосы тікелей Браймапстың видеосына пародия болып саналады. Сонымен қатар Нұрлан Қалам Казманның бір интросында бар. Тоже Казман да Нұрлан Қаламның досы болған сияқты. Бірақ өкінішке орай Казман қазір видео түсірмейді. Нұрлан Қаламның кезінде Марио деген ютубер досы болған. Егер Марионың кім екенін білмейтін болсаңдар, жалпы кезінде эпический Майнкрафтты қазақшаға аударған ютубер. Бірақ қазіргі шиголдар оны танима десе бірінші. Өкінішке орай Марио қазір видео түсірмейді. Оның да себептері бар. Марио біз үшін легенда болып қала береді. Тоже Нұрлан Қаламның досы болған. Айта кетейін, ешкім бізден бұрын Skyblock'та ойнамаған. Солай ма, Нұрлан? Сонымен қатар Нұрлан Қалам уақытша сырға таққан. Нұрлан Қалам 3 жыл бұрын батутқа барып аяғын қайырып алған болатын. Бетінде жаралап алған болатын. Нұрлан Қалам ютубтағы монетизациядан бір айда табатын табысы 350 000 теңге. Білмеймін, дұрыс таптым ба? Social Blade маған солай айтты. Нұрлан Қалам кейбір стримдарында аукциондар ұйымдастырып тұрады. Яғни донат жасау жағының өте тиімді жолы. Нұрлан Қалам компанияларға реклама жасағанды жақсы көреді.
Видео өз соңына жетті ғой. Әзір дегенде Нұрлан қалам туралы айсберг қызықты болды деген ойдамын. Қой құрсын нах. Аслам. Жарайды, сәл-пәл артып кетсем кешіріп қойыңыздар. Ал мен видеоның соңында не айтамын? Видеоның соңында менің каналыма жазылуды, және де осы видеоға лайк басуды, және де осы видеоға комментария жазуды ұмытып кетпеңіздер. Айтпақшы, Нұрлан қаламның да каналына жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ссылкасы описаниеда.